Сәлем достар, баршаңызға бүгін ең оңай және ең дәмді панкейк рецептісімен бөлісемін. Өте керемет болып шығады. Панкейкті қарапайым үйдегі бар заттардан жасауға болады. Және өте жеңіл таңғы ас. Ең алдымен бір жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстінен қантымызды саламыз және венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сүтімізді құямыз. Сүтіміз жылы болғаны дұрыс, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте алдын ала ұнға қосқышымызды қосып араластырып аламыз. Ұнды аз мөлшерден қоса отырып араластырамыз. Достар, менің каналыма қолдау білдіріп қойсаңыздар болады. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырсаңыздар болады. Ұнымыздың барлығын қосып араластырып болғаннан кейін үстінен сары майымызды құямыз. Сары майымызды алдын ала ерітіп аламыз. Мінекей қоюлығы осындай қамыр шықты бізде. Ал енді табамызға май құймаймыз. Құрғақ болғаны дұрыс. Алдын ала қыздырып аламыз табамызды. Өзіңіз қалаған мөлшерде қамырымызды құйып пісіретін боламыз. Шамамен 1 минуттан аудара отырып пісіреміз. Барлығын осылай бір-бірлеп пісіріп аламыз. Бірінші бетіне қарағанда екінші беті бізде тез пісіп шығады. Міне американдық панкейктеріміз дайын болды. Мен шоколадпен әсемдеп алдым. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге Сымбат.